Ата-анам бүгін кешке ауылға ас беруге кетеді. Бүгін бізде қосымша сабақтар болғаннан соң бауырым екеуміз үйде қалатын болып шештік. Әкем мен анам үйден сағат 7-де шығып кетті. Біз бұл уақытта далада жаттығу жасап жүрген кез еді. Жаттығу жасап болғаннан кейін үйге сағат кешкі 9-да кірдік. Бауырым екеуміз бірге шай ішіп, одан кейін PlayStation ойнап отырдық. Негізі бауырым екеуміз күніге ойнаймыз десек те болады. Себебі жаттығулардан кейін қатты шаршап, біраз көңіл-күйімізді осымен көтереміз. Қысқасы, бұл оқиға былай басталды. Түнгі сағат 11-ге дейін PlayStation ойнап болып, ендіге ұйықтайық деп жатқан кезде бұл кім? Ата-анамыз ауылда қонбайды ма? Бауырым маған қарап антан болып қалды. Мен біраз тыныштық сақтап, есіктің жанына барып, кім деп сұрадым. Сол уақытта құлағым дұрыс естіді ме? Мен ол кезде шақырылмаған қонақпын. Өзі өте біртүрлі дауыс екен. Сөйтіп мен есікті ашып қалғанымда бір әйелді көрдім. Өзі өте шаршаулы көрінді. Ол кісі бізге бірден «Қалайсыңдар туыстарым? Ата-аналарың қайда?» деді. «Сіз кімсіз? Бізді қайдан танисыз? Мені қалай танымадыңдар? Сендердің аталарың Ботайдың қарындасының баласымын ғой». «Ай сендерде» деп кіріп, үйге ас бөлмеге кіріп кетті. Менің жүрегім біртүрлі болып қалды. Бұл кісіні дұрыс танымаймыз да. «Жоқ, бұлай болмайды» деп мен ас бөлмеге кіріп, «Біздің үйден шығыңыз, сізді танымаймыз» дегенімде «Мына суреттен де танымайсың ба? Міне, бұл сенің кішкентай кезің емес пе? Сендер жай ғана мені ұмытып қалғансыңдар ғой» деп күліп, өзі дастархандағы нандарды жей бастады. Өзі сондай аш, кір, бір нәрседен қорқып тұрғандай болды. Сөйтіп бауырым екеуміз қонақ бөлмеге кіріп, не істерімізді білмей тұрдық. Бір жағынан онша танымаймыз. «Аға, мүмкін оны дұрыстап, бақылап көрерміз» деп бауырым ой тастап, өзі ақырын ас бөлмеге қарай бара жатты. Менің ішімде біраз қорқыныш болды. Бірақ бауырымды тастамаймын деп, мен артынан бара жатқан кезімде ас бөлмеден «Бұл ненің дауысы?» Бұл уақытта ас бөлменің есігі жабық тұрған еді. Тіпті ас бөлмеден бір сасыған иістің шығып жатқаны менің одан сайын жанымды түршіктіре бастады. Бұған шыдамай, мен бірден анама хабарластым. «Алло, анашым, біздің үйге бір апа келіп, сендердің туысқандарымын дейді. Атамның қарындасының қызымын» деп айтқалы жатқанымда анам «Балам, бауырыңды ал да үйден қаш» деген дауыс естіп, жүрегім аузыма келді. Бұл сөздерден соң бауырымды қолыма ұстап, есікті ашып далаға қарай қашып кеттік. Шыны керек, бұл уақытта менің қатты жылағым келді. Бауырым екеуміз үйден ары қашып, ата-анамыз бен полицияны күттік. Жарты сағаттан соң ата-анамыз келіп, барлық жерді тексерді. Бірақ әрине, ол апа жоқ. Тіпті бір іздері де мүлдем жоқ. Сол кезде анам «Әрине жоқ,